Ревью бағдарламасы қайта сіздермен бірге біз жалғастырамыз. 2006-ның сәуір айы. Осыдан тура 12 жыл бұрын отандық шоу-бизнестің көшіне Кешью тобы қосылған еді. Аталған мерзім аралығында Алагөзова қаншама талантты қыздардың жұлдызын жақты. Дегенмен Баянның бүгінде кейбір шәкірттермен қарым-қатынасы мәз емес. Атышулы арулар ұжымының айтулы оқиғаларын туған күндері қарсаңында еске алуды жөн көрдік. 2006 жылы Анель Аринова бастаған арулар Кешьюдің алғашқы құрамына қабылданып, кейін бұл тізімді Мөлдір Әуелбекова толықтырды. Аталмыш герлс-бендтің бастапқыда дәл осындай батыл образбен сахнаға шыққаны әлі күнге дейін ел есінде. 10 жыл бұрынғы Кешьюдің киіну стилі сол заманға сай еді. Қазір аудиторияның сұранысына орай өзгеріс енгіздік. Егер алдағы уақытта қысқа киіну трендте болса, бұрынғы қалыпқа қайта келуіміз де ғажап емес. Сондықтан бәрі уақыт еншісінде. Жанар, Кәмшат, Айдана бұл қыздарды алтын құрамның әншілері деседі. Өйткені олар өнер көрсеткен жылдары Кешьюдің шығармашылығы шарықтап топқа деген сұраныс тартқан. Уақыт өте келе герлс-бендте тағы да өзгеріс. Балжан, Ақбота жұлдыздың Кешьюге сіңірген еңбегі зор. Олар ән салған тұста топтың 10 жылдығы тойланды. Бірақ арулар ұжымының туған күнінде экс-әншілердің барлығы дерлік болған жоқ. Алагөзова тізімге Мөлдір мен Жанарды қоспаған. Жизнь такая штука. Бұл өмірде барлығы біз ойлағандай бола бермейді ғой. Кейбір сәтте қарым-қатынастың соңы жақсылықпен аяқталмайды. Сондықтан бүгінгі кешке Жанар Тухалова мен Мөлдір Әуелбекова қатыспайды деп шештік. Ал Әуелбекова продюсерден бөлек кезінде топтағы қыздармен де тіл табыса алмағанын айтады. Болар-болмас жастықпен бір-бірімізге әшейін ренжістер ғой, болмайтын бір нәрселерге. Бұл жастықтың есесі деп ойлаймын. Баян мен Мөлдір әлі күнге дейін оң шешімге келе алмай жүрсе, тосыннан топтан кетіп ұстазын ренжіткен. Ақбота Сейітмағамбет таяуда ғана Алагөзовамен татуласты. Қалдынан өтіп, рахметімді айтып, кешірімді сұрап, енді жүкті болған кезде біраз кетіп қалған болатынмын. Енді ол кісі де мені түсінді, мен ол кісіні де түсінемін. Енді Ексесентаева қол астында ән салған қыздардың басын тағы бір мәрте қосуды жоспарлап отыр. Кешью туралы фильм әріптестерді түсірілім алаңында қайта қауыштырмақ. Менше түсіруге дайын материал көп, сондықтан мен дайын. Қазіргі құрамда Балжан Бидаш, Элизат Берекова, Назым Абилдина өнер көрсетіп жүр. Бүгінде бұл бұрымдылардың басты мақсаты Баян мен Бағымның көңіліне қаяу салмау. Енді әзірге мақсатымыз есікті қатты жауып кетпеу. Продюсерлеріміздің, осылай шыққан продюсерлеріміздің арқасы болғандықтан ол кісілерді сыйлап, құрметтеп, барынша ренжітпеуге тырысамыз.